Ассалаумағалейкум қазақ елі. Кеше маған бір КМБ-дан ба, прокуратурадан ба, өзім бір арнайы қызметтен бір өзі звондайды да. Сіздің жалпы айтып жүргендеріңіз бәрі дұрыс, бірақ қойсаңызшы дейді. Мен айтам, мен неменені қояйын деймін. Шындықты, ақиқатты айтуды қояйын ба? Содан кейін мына ұрлығын жалғастыра берсін. Қытайдың экспансиясын, орыстың экспансиясын осы қазақтың жерінде дамыта берсін. Соны бәріміз көрмегенсіп отыра берейік па? Деймін ғой. Ол айтады, қойсаңызшы деп. Сол мен айтам, сен не істеп жүрсің деймін ғой. Ол айтады, мен еліме қызмет жасап жүрмін дейді. Соң айтам, не істеп қызмет жасап жүрсің? Айлық аласың. 500-700 мың теңге айлық алатын шығарсың. КМБ-да істеп жүрсің ба, қайда істеп жүрсің? Прокуратурада істеп жүрсің да? Ал енді сол айлықты алып, соң кейін мына елдің болашағын алаңдап, өз ойын еркін айтып жүрген азғана белсенділерді қудалау, соларды саяси қудалау, сол ма сенің істеп жүрген жұмысың деймін да? Ана КМБ-шник па, прокурор ма, қайсысы сөз біреуіне. Жігіттер, мен айтам, сендердің зарплата алып, біреудің жүйесін қорғап, соның ғұмырын ұзарту, ол қызмет болып танылмайды. Елге қызмет ету деген, ол басқа нәрсе. Ол жаңағы зарплатаңды отрабатывать етіп, жаңа алған ақшаңды ақтап, жаңағы жала жауып, өтірік қылмыстық іс қозғап, саяси белсенділерді қудалау, ол отанға қызмет емес, ол отанға сатқындық. Сондықтан да естерің барда елдерің табыңдар. Елдің болашағы деп жүрген азғана белсендіні қудалап, опа таппайсыңдар. Біз мықты мемлекет болуға толық лайықтымыз. Қазақ елі, қосылыңыздар, Алға Қазақстан партиясы деп құрып жазып сол партияны түсініп, партиялар туралы заңды оқып, енді уақыт тауып, осы саясатпен айналыспасаңыз, саясат сізбен айналысады деген бар ғой. Сондықтан да ертең болашағымыз, балалардың болашағы аянышты болмас үшін, бүгін мынау қабылданып жатқан шешімдерге өзіміз жауаптымыз. Мынау өтірік конституциялық өзгерістер, соңғы айыппұлдар неше түрлі көріп жатсыздар. Осының барлығы ертең сіздің жақсы өмір сүруіңізге ешқандай кепілдік бермейді. Сіздің қалтаңызды қағады, сізді кредитқа тығады, сізді саяси еркіндігіңізден айырады. Сондықтан да бүгін үнсіз қалсаңыз, ертең үлкен аянышты жағдайларға тап боласыз. Сондықтан да үрейіңізді жеңіз, үрейден бас тартыңыз. Енді барлық адам ет пен сүйектен жаралған. Сондықтан да ең адамның құндылығы, ол адамгершілігі. Адамгершілік немен бағаланады? Ол әділетті жағдайға, әділетсіздікке қарсы тұрып, әділдікке жақтас болуында адамның ең керемет құндылығы. Сол құндылықтан бас тартпа. Алға Қазақстан. Мен мына Алға Қазақстан деп бүйтіп жатқан жаңағы жест дейді, енді біз көрсетіп жатамыз, осылай жұмылған жұдырықтай болайық деп. Осы көрсеткен мынандай жестті, осы үлгіні біреулер кекеп, мұқап жаңағы осы дейтте жүреді, оның артынан кім ерейді деп сөйлейді екен да біреулер. Кекеп мұқап отыра беріңдер. Ол жұмылған жұдырықтай болу деген мағынаны білдіреді. Сондықтан да бірлікте тірлік дегендей Алға Қазақстан партиясына келіңіздер. Бізде жеңіс. Алға Қазақстан.